won't you come follow me? I'll take time to notice all that I see. And after I've come so far, you know where I'll be. I'll fly away, fly away, fly away, fly away home. I'll fly away, fly away, fly away, fly away home. But life is a vision, that's how it should be. The world is a canvas, and the choices are free. At the end of the journey, where all is complete, they'll all wonder where I've gone, but you know where I'll be. I'll fly away, fly away, fly away, fly away home. I'll fly away, fly away, fly away, fly away home. Отты жағып жар-жар, келеден екі жас, топты жарып жар-жар. Үлкен мен ауылдың жасымында жар-жар, жас келінді көруге асығуда жар-жар. Қадамдарың екі жас, құтты болсын жар-жар, Ақтаудың еңсесі мықты болсын жар-жар. Атаның үмітін ақтаңыздар жар-жар. Мен әкемді айтпасқа болмайды, бір аунап жатқан шығар, жатқан жері жайлы болсын, атпаспаған жер тайбасады дейді. Міне бізден қалған ұрпақ өмірдің жалғасын тауып, еркебұлан бір басы екеу болып қуанып жатқан. Бүгін мына Жанар дейтін анама да келіні құтты болсын деп бір қол соғып қойыңдар ағайын. Ал енді үлкендерде рұқсат болса мен бет ашарды бастайын. Адендерна, шашулар кішкене бір жетірек шашайық ағайын. Ей, балапан. Әлі... Біз келдік той дегенде домбыралы. Кетушек айқай салсақ топты жарып. Айтайын тойыңызға уазарақ сөз, тыңдаса көңіл үміт құлақ салып. Белгілі бұл халыққа тілдің желі, той болды жұрт жиналған мерекелі. Көгеріп көсегесі жас жұбайлар, тойларың тойғаласын берекелі. Байқасам біреу бақта, біреу тақта. Көңілім тарту
ушыдай шартарапқа осындай бет ашарға келген шақта қазақтағы шаман келсе орғалақта ағалар бет ашарды бастай келді жақсы мен шаманыңды қоспай келді бет ашар бізге лайық дегеннен соң халқымыз рұқсат болса бастай бердік Сіміләде әуілі бетіңді келін ашайын үлкендерді түгендеп айнала көз тастайын елуге дайын тұр келінде менен жасқайын ата баба дәстүрін жырменен демес тастайын жырма жанын теретін мәртебе алған тілім бар көруге келін ізетін береде мойын бұрыңдар бәріңде бері жақында сәукелесі басында келінде келді ортаға құлақ сал келін еліңнің бар жақсысы осында айт келін ау айт келін атыңның басын тат келін жұмыртқадан ақ келін сауысқаннан сақ келін үй ішіңдегі күйбеңе күйеуіңді қойма сап келін сүйгеніңмен сүйісіп ай адалдан бесік тап келін болса да келін атаңыз сыйлай бесін қадірлі келіпте түскен жеріңіз жастары бар қарты бар бет ашар дейтін салты бар солға десін істейтін келіп бір келін жөніміз пайдай ақыры ал осы отырған жиналып жастар менен қария қариялардың кеңесі ай ұшанда теңіз дария қосылған екен келінді қалаған теңді шарына еттіріп сәлем ескермей көріндігін елеп қош көрмей кетпеңдер тарап жайыңа азайтады десеңдер әлі де сөзге қанасың сөйлесім тыңдай қаласың ақылда менен кемістің мақылда менен терістің тыңдаушылар арасын айтайын аздап насихат келінге болсын өсиет сенетіп сөздің шамасын сақтанбасаң қазірден атта қалса қалмайды дейді ақта болса қарасын орынсыз ойнап күлемдер өсек сөзі өзіңе жақсырып алма жаласын бірленсең жалаға оңайлықпен қалмайтын әлеге келін қаларсың айтатын әл сөзім бар алсаңыз келін тілімді сабырлы болсаң білімді ақылсыздау айтқан сөз далаға кеткен шығынды атада менен еліңе келіпте түскен жеріңе қолайсыз мінез көрсетіп айылып қалма сенімнен айдай қосайда болса үш жердегі шапалақпен шабыт беріп қояйық келіннің бетін ай ашатын әжелері шашын шашатын шашаннан жоба жолыңыз бір гүлді келін ай ақ қой қайырлы болсын ай ұлғынған құйрықты қоныс ай гүліңіз алшығындай айналған айқонандай айналған көңілге келіп ой жүрмесін айтты деп сөздің қиынын бұл күнде жаман ой көргеннен менің де айтқан ай сөзінен бала болдың ай бір күнде 3 жасыңа келгенде ойын десе ойнадың айырылған жоқ едің арасы жасыл зиянның 16-ға келгенде қыз болдың той қыралай қызылда жасылай басыңда дәуренді сүрдің тұсында кеше бір жүрген ай бала деп қайранда қалды ел көріп еліңде қайраны қалған соң анаңа қылдың еркелік биге қандай бай едің жарқырап тұрған ой едің шығарсам сөздің ай шындығын айналайын ай ақ келін ел жұртыңа жақ келін шырағы бол әулеттің бұлағы бол сәулеттің шаттық құрбай ай дәулетің жақсылдықтың жасыма қиындықтан ай тасыма бақта тілеп ой барамын бас иемін ай басынып басыңнан ай асынып төсекте көрпең жатпасын келінде болдың ай ауылға араласып қауымға дастарханды жая білді бар нәрсеңді қоя білді жаны сұлу бой жібектей жүзіне жарқын ай жайнаған бұндайда болар ай
Алтындай ай сыңайы, ақ күмістей сәулетті, құрметті елдің ай күнайы. Айыдай, 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 айыдай. Ал тәңірде қандай жаратқан, салтанаты бағашқан, сұлу да сырлы келінді көруге жұрт таласқан. Айналайын ақ келін, ел жұртың ау жақ келін. Бәрін айт та бірін айт, адалдан бесік тап келін. Алматының дұртшылық майындай бол келіншек, Самарқандтың 95 шайындай бол келіншек. Төлегеннің қыз жібек, жарындай бол келіншек. Тәңірде қандай жаратқан, салтанаты бағашқан. Қане бір келін сүйініп, жүзіңнен нұр құйылып. Мың жаратқан тәңірге сәлемді қылсаң иіліп. Ал сәлем етеміз. Қалайық, ескіден айтып алайын. Әуелі Алла не өткен, жеті қат жермен нұр өткен. Ал жерден де алып топырақ, адам изатты дөр өткен. Атамыз адам пайғамбар, топырақтан жаралған. Пайғамбардан Мұхаммед, Мұхаммедтен біз үмбет. Ал пайғамбарын көрмеді, иілік келін сәлемет, сәлеміңді әдемет. Әр ұлы елдердің өткен екен кезінде, әр уақытты ерлері Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Оғландыда Пірбекет, Бестөбенің басында Қосай атам болды өткен. Әулие өлместер едім, әмбие өлместер едім. Маңғыстаудың аймағы 362 әулием бар. Әулие әмбиелер құрметі, иілік келін сәлемет, сәлеміңді әдемет. Атап кетейін марқұмдарға сиынып, оларға сәлем еткен ғой талай келінейініп. Сезіп отыр рухы келмесе де тіріліп, өлер уақытта жолы сол өліні сыйлап өтерсің. Өліні сыйлап өтпесең, мынауда 5 күн жалғанда арманда болып кетерсің, тау басында жел жүрер. Жол үстінде ел жүрер, қабаты қатты қара жер. Кезегімен жеп жүрер, әкесі кетсек орнына. Баласына нәубет деп жүрер, оңында бар оралар. Шүкіршілік деп жүрер. Көр алмай кетті тойыңды, біле алмай кетті ойыңды. Болмаса да тойыңда сақтап жүр келін ойыңда. Ертерек кеткен атаң бар. Сүлеймен атаңның құрметіне, барша өлер уаққа, иілік келін сәлемет, сәлеміңді әдемет. Кешіріңдер көпшілік, сөзімнің босақ атасы. Сатылы болып жүрмесін жастарға берген батасы. Ақсақалай ауылдың төбедей болып төрдегі. Отырған мынау атасы, сөзімнің жоқтай қатасы. Қол жай белге бат етсе, бізге де дер батасы. Ал келіншек шырағым, Қосай сүйіндік ауылының үлкендері, Бұқар ауылының үлкендеріне, барша қайнаталардың құрметіне, иілік келін сәлемет, сәлеміңді әдемет. Тыңдасаң келін зейніңмен қынжылмай қызмет етемін. Көп жасаған көнеге сол кісілер себепті ұрпақтан өсіп өлетін. Бел бала мен немере анауда тұрған енесі, қарады жердің кемесі. Қай жерге келдік апа? Қу дүние алдап отыр ғой.
Әттең ла екі қолың бос емесіне. Анауда тұрған енесі қара бір жердің кемесі. Келіні келіп түскенде көккеде жеткен төбесі. Ал келіншек шырағым барша енелер құрметі. Арнайы өзенең жанардың құрметіне. Иеліктенен сәлемет, сәлеміңді өтемет. Алына кішкентайлар кішкенес. Ал үш жұрттың ұлысы дейді, үлкендердің айтқаны дұрысы дейді. Ай, барына сүйінетін, жоғына күйінетін. Нағашы дейтін ауыл бар, нағашы дейтін қауым бар. Ай, қайсы бірін айтайын, мұрсалығын байқайын. Барша нағашылар құрметі. Жас нағашы, кәрі нағашы. Сүгірәлі ауылынан келген нағашылар. Басымыз ай. Ана шетке шашайшы, ағайын. Маңдайым жарлы өлетін болып. Ай, нағашылардың құрметі. Ийлік келен сәлемет, сәлеміңді әдемет. Ал қыз алсаң да құдасың, қыз берсең де құдасың. Ей, құдаларды сыйласаң, мың жыл бойы тұрарсың. Ей, құдай қосқан құда бар, құдай қосқан көрші бар. Ал келіншек шырағым, құда неше шөше 10 ба? Ей, құдай қосқан құда, құдағилар, құдай қосқан көршілер, рахат 2-10 көшеге. Ей, иелік келен сәлеме, сәлеміңді әдемме. Ал енді көшіп келетін көршілерге де сәлемет. Тағы да бармай айтылмай қатардан қалған көзгеңіз. Ай, ататалған адамдар шашуларды көздеңіз. Беретіндерің бар болса, көк көтермей тездеңіз. Тездетіп келін келілмей, бой күйіз тартып елінбей. Өкпелеп тағы кетпесін, тойға келген апа жездеміз. Сүйіндіктің қыздары қайда, апалар жезделердің үрметіне. Қыз күйеудің үрметіне. Және солардан дөрейтін жиендер мен бөлелерге. Ийлік келен сәлемет, сәлеміңді әдемет. Ал шетке шашайық ағайын, басымыз жарып қалмасын. Шашып ал, шашып ал. Анауда тұрған қайнаға шабар пайдаға. Анауда тұрған абысын емес аңдысын. Тексерін кірек көзжілер келіннің қылған бәрісін. Ал келіншек шырағым, барша қайнаға абысындарыңа. Ийлік келін сәлемет, сәлеміңді әдемет. Шетке шашаға қай шетке. Ай, құлдене. Ал шашуларын тектер, той деп шашылсын ағайын. Ал құтты болсын бүгінгі бақытта қонған тойыңыз. Орындасын ниетпен арман тілек ойыңыз. Ал келіншек шырағым осы тойға арнайы атана құрдастары болса, және ұжымдас коллектив достар болса, алыста келе алмай қалған ағайын туыстың құрметіне иелік келен сәлеме, сәлеміңді әдемет. Қайдасыңдар ғанекей келіншектің қайнысы. Ағам сүйген жарын алды деп, кезек бізге қалды деп. Қуанып жүр ғой байғысы. Ал келіншек шырағым, барша қайны бекештердің құрметіне иелік келен сәлемет, сәлеміңді әдемет. Мылтықта дейтін бір қару, үш шақпағы өзімде. Атсаң барып тиеді құрал аяғының көзіне. Ерінбей қалқам сәлемет, таяқ ұстап тұрған жиеннің өзіне. Ал келіншек шырағым, келінді келін шаршама, қол аяғың қалса да
Осы тойға арнайы алтын уақытын қиып келген, әдемі тілегін үйіп келген, мынау жаңа келіп жатқан ағайындардың құрметіне бейлік келін сәлемі сәлеміңді ала демек. Келіншек әбден жалықты, жалықса да әделеп, жеңілткен шығар халықты. Келінде келін шаршама, пол аяғын алса да, иеліп келін сәлемет, мын отырған баршаға. Барша сенің ырысың, барша сенің туысың, халқымда сізге рахмет. Менің де бітті жұмысым, айдай, 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 айдай. Бәрекелді. Ал, Қосай Сүйіндік ауылы, Бұхар атаның ұрпақтары, бүгінгі келіндерің құтты болсын. Келіннің аяғынан мына 3 қызға риза болдым. Айналайын, ала тұршы мам. Мына бәр жерде айтамыз, құрметті ағайын, қыздың тілегі қабыл дейді. Қыз деген әрине төркінге келсе той деп келсін деп тілейік. Мына бауырларға бір қол соқпай, тойдың басынан бері айқайлап тұр. Молодец. Ал енді мына Қосай ауылы, су ақпайтын бет, сағадан сөз басталмайтын бет, ағадан деп кеше Қашаған айтып кеткендей, бүгін міне Сүйіндік ауылына бір керемет шаңырақ қосылып жатыр. Тойларын құтты болсын, келіннің аяғынан, шопанның таяғынан бұл сөзім бар еді баяғыдан деп міне ата дәстүр салтымен ақ келіннің беті ашылды. Енді мына үлкендердің батасымен шай дастарханға жайғассақ деген ниет бар ағайын. Келіңіздер, мына ауылдың үлкендерінен бір әдемі ақ бата сұрайын. Бағдай мұңдасын, әулиелер қолдасын, еш жамандық болмасын. Екі бала бақытты болғай, өмір жастары ұзақ болғай, балалы шөберелі болсын, несібелі жан бергей, берекелі мал бергей, жортқанда жолы болсын, қыдырата жолдас болсын, той-той боласын. Әумин. Ал, құр қолға бата жүрмейді. Давай, Сүйіндіктер бір шапан дайындайық, бірде қой дайындаңыздар.
анам деген екен Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз. Ендеше үйлену ол сүннет. Адам ата мен ана Хауанадан бері қарай жалғасып келе жатқан. Алла тағала 18 мың ғаламда жүгірген аң, ұшқан құс, жүзген балық, өскен өсімдікте аталық аналығыменен жұптасуды қалап еткен. Жұптасуды бұйырған Алла тағала. Ендеше сол бұйрықты орындап, Алла тағалаға бой ұсынып, келген келіннің бетін ашып, келген келіннің қолынан шай іштеу ол ата-ананың парызы. Ал енді қадірменді қауым, қадірменді жамағат, қадірменді құдалды қонақтарымыз, ақсақал қариясын қадірлеп, анасын ардақтап, жесірін жылатпаған, жетімін аялаған, жастар ізетті, үлкендері құрметті, құдаларын құдайындай көретін, жүрегінде иманы, жүзінде нұры төгілген, әрбір сүбелі сөздің тектілігі өрілген, бар болыңдар тойға келген бауырлар, бүкіл әлемге өзінің батырлығыменен, өзінің тектілігімен паш еткен Жаңаөзен қаласының тұрғындары ассалаумағалейкум деген келеді сіздерге. Қош келдіңіздер бүгінгі тойға. Қол соғып қошеметтеп жіберейікші ғане. Өзімізге өзіміз қол соғып қошеметтеп жіберейік. Ішкен жегеннің есі болмай, тойға келгеніміз көрсетіп отырайық. Той Алланың қазынасы, жұптасып неке қиылған, хақ бұйрығы деген бәрі құлақ қойсаңдар келіске. Адам ата жұптасып Хауананы алғанда Микаил мен Әзірейіл некесін қиған періште. Айтамын хабар қиырдан, қорқамын деп тыйылмайын. Адам ата жұптасып Хауананы алғанда Микаил мен Әзірейіл некесін қиған періште. Айтамын хабар қиырдан, қорқамын деп тыйылмайын. Расулаллах пайғамбар Хадишаны алғанда ақ некесін қисын деп Жәбірейілге Алла бұйырған, сондықтан да неке қиылған деп. Неке құрметті ағайындар, құрметті жас келін, бүгінгі мынау некенің сонау адам атадан ана Хауана мен одан бері қарай талай пайғамбарларымыз өмірден өткен, адам атадан бері қарай келе жатқан, кешегі өмірден озған Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Хадиша анамызды алғанда да сол некелер қиылып, некелі жүзік, некелі жар, некелі төсек дегеннің өзі мазмұны құнау тереңде екен, әрқашанда ұйғарып жүргейсіңіз. Ендеше бүгінгі некелі жарың, некелі үйің, некелі барлық жүзігін құтты болсын айналайын. Осы келген қазығында қартай, саған сен осы ауылға келдің деп, өзіңнің артынан ұяңнан ұшып, алтын ұяңнан өзге ауылдың тұтқасын ашып, мінекей осы ауылға келдің деп, осыншама жұрт жиналып тілек айтқалы отыр. Ал енді тілекті жалғастырамыз. Ауыл ақсақалдары, мына жерден Болат аға, Қожеке аға, Александр ағам бар. Ауыл ағалары Дәмеш жеңеше сен де қосылып кеттік ауыл ақсақалдарыңды. Отауы мәңгілік болсын, қосағасы берекелі болсын, төрім мерекелі болсын, бала аңсаған армандарына жетсін, өрлі шүрлі болсын, еліміз тыныш болсын, дастарханымыз дәм-тұзға мол болсын. Еліне елеулі, халқына қалаулы, жақсы келін болсын, екі жаққа бірдей, аңсаған армандарына жетсін, той қыласын. Құрметті қалай, біріншіден енді алтын уақытымызды бөліп біздің баланың тойына келіп жатқанымызға Алланы сыйласын, рахмет сендерге. Енді сірә жаңағы алдымызға ас қойдық, қолымызды бос қойдық дегендей алып отырып, мына балдардың, ақсақалдардың тілектерін, өздеріңіздің тілектеріңізді айтып отырып, балдарға бақыт сыйлап, мен де сол бақыттың біреуіне қосыламын. Балдар бақытты болсын, әрқашанда дені сау болсын. Тастайбаты солай сыйсын ауылымызға. Балдарға бақыт тілеймін. Құрметті қонақтар, ал ағайындар, құдалар, бүгінгі мына ауылымызға келіп отырған келін құтты болсын ағайындар. Бақытты болсын, баянды болсын. Осы шаңырақта аттап келген табалдырығына Алла тағала құт, береке, ырыс, ризық бәрін әкелсін. Ал енді мынау енді Сүлеймен ініміздің шаңырағы ғой енді ар жағы.
ініміз болмаса да енді ініміздің орны бар мына енді. Орны бар екені көрініп жатыр, білініп жатыр. Адам баласы өмірден кетсе де тек денесі кетеді екен, оның рухы әрқашанда тірі болады екен. Сол рухы Сүлеймен ініміздің рухы бүгін міне қуанып, шаттанып отырған шығар. Балам келін алып жатыр, үйленіп жатыр деп. Міне ал енді не қылдық келіп отырған келінге. Ал екі бала бақытты болсын, баянды болсын, екі баланың ойлаған мақсаттары әрқашанда орындала берсін. Осы ауылдың келген шаңырағының қазығында қартайсын, келіп отырған жас келін. Ал той құтты болсын. Енді қызық бәрімізге ортақ, келін бәрімізге ортақ. Енді бізді Ақтаудан келіп жатырмыз. 80-ге келсем де осы тілек батан ішінде болайыншы деп ысыға қарамай қошекем алып кет жаным салқын мәшінменен. Енді Құдайға шүкір тойға келе алмайым ғой деп ойым деп едім кешеден бері. Той мені ата-бабаның духы бір көтеретін шығар, қолымнан сүйеп қолтығымнан демейтін шығар деп шығып едім, шүкірмін. О жағында жұмыртқаға салып қойып нағына маратын күні менен сұрамайды ғой. Күнісі деген менен де. Ал енді Жанар келін жаным жаңаға сарая сақтасаң қызара бөртерсің деп еді. Жаным қызара бөрттің мінекей. Сүлейменнен жастай қалсаң да балдарды өсірдің, өндірдің. Енді Құдайдың берген қызығын көріп атсың. Мынау екінші келінің, екі қыз ұзаттың, енді бір кенжетайың бар үйленетін. Мына жан жағыңда қанат құйрығың бар, құлыным, ағайындарың бар, жүрятың бар, құда жегжатың бар. Көпті кірсе көл болады деп. Баяғы ата-бабаның салтында бір моншақты үй болатын, сол моншақты үйдің келін бетін ашып, осы соның нолай осы түскен келіндер. Одан келіндер кем болған жоқ. Енді мына келіп атқан келінің мейірімді болсын, ағзыды абырайлы болсын, ырыс несібелі, бақытты келін болсын. Сүлеймен ояқ бұд не жатса да бүгін жебеп келіп жатқан шығар. Жатқан жері жайлы болсын. Осы келініне тілекші болып жата берсін. Құранын осы теңінің ауыл екен. Жақсы ауыл ғой, жақсы ауылдан келіп атыр екен келін. Ал енді құтты болсын. Қайнағалар, аталар, бәріңе де Сүйемел, Демка, Темірбек. Бәріңе құтты болсын келіндерің. Абырайлы ағызды болсын, келіндеріміздің бәрі жақсы. Осы бастап Жемел ағамның келіні нен бастап жақсы болды, Айсұлуынан бастап. Содан соңғы келіндердің бәрі көңіл толатын, бәрі жақсы. Немере келіндерді шүкір. Алла ұзағынан берсін. Сүйемел қуанта берсін ме? Айтқан келсін апа. Бұл ауылда менеке 61 жыл болған екенмін. Жаман ұл да көрген жоқпын, жаман қыз да көрген жоқпын. Қайта жаманды түзейтін, ақылсызға ақылды қылатын бөтеншілін тәрбиелі ауылға тап болдым. Келінім осы қазағында қартайғайсың, жапырағың жайылсын. Ұлың мен қызың тең өссін, кемпірменен шал болғайсың, біріңе бірің шекермен бал болғайсың. Ауылдың жақсы келіндерінің қатарында болып, ауылдың ауырайын сақтағайсың. Ердің атын әйел шығарады, әйелдің атын отын шығарады деп, отын дегенде осы күл келген ағайыныңа қатар құрған берген бір шайнақ суыңды күліп ойнап берсе, сол атаған шығарғаның. Бұл енді үлкен аржаға Төлеубай дейтін шалдың, одан кейін Жемерхан шалдарды көріп бәрін. Бүгін міне Сүлеймен деверсін, өзі жоқ болса да қалғандары бар міне. Өзі болмаса да солардың тумаластары бар, солардың қолпаштауымен үлкен той болып жатыр. Ал тойлары тойға ұлассын. Бастары аман болсын тек. Қалған жерлеріңді тек тойға шақыра беріңіз келе. Руын бай болсын мен, осы ауылдың туған жиенімін. Той ұлассын, қуаныштары аман болсын. Бүгінгі
шаңырақ көтеріп отқан жастарымыз бақытты болсын, отаулар мәңгілік болсын. Қазағымыздың намыс қазақ отбасы болғайсын. Той болсын. Ал жақсы, құрмет сүйіндік ауыл. Міне бұрын ата-бабалар айтқан екен, кішкентайлар өспей ме, көкірегін теспей ме деп. Орны бар оңалар деген. Міне марқұм осы кеше кеткен мына құдамыз, Сүлеймен құдамыз міне бүгін қуанып, Алла тағала білдіріп бірауына жатқан шығар. Құдамызды міне жатқан жер жайлы болсын, Алла тағала малдарынан алдынан жарылқасын, топырақ торқа болсын, иман жолдасы болғай. Барлық осы ауылдың өткен үлкен кәкелерінің, әжелерінің, ата-бабаларының бәрінде ұрықтар желіп жата көрбей. Бүгінгі мына құрметті Сүйіндік ауыл, міне бүгін сіздің ауылда Ақтөбенің қарын жарынып, үлкен қуанышқа жетіп жатсыңдар. Осы келіп жатқан мына бала келіндер бақытты болсын, дендері сау болсын, ауыздары бір болсын. Осы екеуі аңсаған армандарына жетіп, алдағы әбірайлы үлкен абысындарының, үлкен аға жеңгелерінің, үлкендердің жолын қуып, осы екі ауылдың атына кір келтірмейтін бала келін болғай. Осы көпшіліктің айтып жатқан ақ тілектерін Алла тағалам қабыл еткей, тойын тойға ұласқай. Тағы да мына жаңағы алыстан келген үлкен 80-ге келген апамыз деп, ол да айтып жатыр, басқа да мен соң бір әңгімесіне қосыла кеткім келеді. Себебі бүгін мынандай үйде болды, анау мынау деп ешқандай қысылудың қажет жоқ. Себебі осы карантин деген жағдай болмағанның өзінде мына 12 ата байыл дейді, мына үлкен әлім ауылдың үлкен ақсақалдарының отырыспаларын көрдім. Басқа да мына табын ауыл, адайлардың басқа үлкен ақсақалдары өзара бір ойласып жасаған әжерде отырыстар болды. Соның осында карантин болмай-ақ, осы қазір ресторан дегендерді қысқартайық. Осы ешкімде де бір айтарлықтай атаға бір алып бермейді. Пәлен миллионға асаба жалдап, пәлен миллионға пәлен еғіліп кредитке кіргеннен, осындай бұрынғы ата-бабамыз сияқты, осы бұрынғы салттарымызда ешкімге кем болмаған, осылай қыла берейік деген алдында үлкен ойласықтар болды. Мен мұнаға айтқан апаға өте субарасетімен қосыламын. Жалпы барлық қауымға айтарым, шынымен де бүгін адам қысыларлық ештеңе де жоқ. Міне бұрынғы ата-бабалардың үлкен салты, осылайша карантинсіз жалғаса берген. Тойларын той қыласын, басқаларға да қалсын айтатын. Ал жақсы мінекей Сүйіндік ауылы, келіндерің құтты болсын. Ал құдағайлар бәріңізді құдағайлар. Ал Жанар құдағай, Нұрсұлу, ал міне келіндерің құтты болсын. Тек ұзағынан қуансын. Ал Званияң өсіп атыр Нұрсұлу, ал құтты болсын тек. Званияның алды болсын. Ал той-тойға жалғаса берсін. Үлкендердің айтып жатқан тілектерінің қауымы болсын. Екі жас бақытты болсын. Жақсы келіні қалдың ауылдарында. Дим айтпақшы генерал келін болды. Екі жас бақытты болсын. Шамадай ұлымыздан Исламбек дейтін құдамыздың ағасын, менің жолдасын қойға алдыңызды. Енді ал құдалар шұбатқан кезіндері құтты болсын. Екі жас бақытты болсын үлкендерінде. Той қыласын. Әр уақытта осында той болып тұрмыз. Айтқан келсін. Құдағай Жанар, келін болсын, той-тойға ұласа берсін. Бақытты болсын екі жастар. Жаманадай ауылы, бүгінгі түсіп жатқан келіндерің құтты болсын. Мына артымнан ерген сіңлім Жанар, осы бала кішкентай кезінде 9 айлығында қалып еді. Міне бүгін арты бар оңалар деп, міне келін түсіріп шаңырағына қуанып атсың жаным, бауырым. Тек ұзағынан сүйсіндірсін. Міне осы күйеу баламыз кеткенде қашырап қалған отбасының бір еді. Мына ағаларының арқасында, қайнағаларының арқасында үлкен отбасы болып жалғасып, міне бүгін Еркебұлан
жиенimiz келіншек әкеліп, келіннің қолынан шай ішіп қуанып жатыр жамағат. Той қалассын. Мына ағалары сіздерге рахмет. Енді Димканың баяғы асабалық өнері бар ғой. Соны жуып шайып мезде осы жерде енді кілең әйел адам болып бастап келсек те көңілімізге алып жатыр едік. Мынау құдалардың алдына артында қалып қойдық. Нағашы жоғауыл ма екен деген ой келіп жатыр енді. Ол енді өзінің тілінің жеткіліктігінен шығар, байлығынан шығар деп ойлаймын. Құда баламыз, құдамыз енді жуып шайып айту біздің көңіліміз аулап жатыр. Үлкен Асқартауда әкеміз бар. Осы тойға келе алмаса да дұғай сәлемін айтып жатыр. Енді балаларының оң көзі мен сол көзі дегендей көзінің қарашықтарымыз ғой, әкеміз қуанып, жанар саған көп сәлем айтып жатыр. Күннің ыстығына байланысты деп, өзі үлкен адам 80-ге келіп қалған. Келе алмағасын сәлемін айтып жатыр. Нағашы ауылы шүкір баршылық білен қыз бала болып келіп отырып, өзімнің артымнан ерген осы жерде інім бар, балам бар, бөлелері болып келіп едік. Жастар енді біздер үлкендер жағына жіберіп, өздері шайларын ішті де далаға шығып кетті. Ал той қалассын. Мереке Нұрсұлу, сендерге де құтты болсын. Мына менің сіңлімді, енелеріңді өстіп, аппақ қылып, жадыратып, жайқалтып, ағайын тумасының арасында жүре беріңдер. Сендерге ризамыз енді. Осылай тек өз ауылдарыңменен өстіп көркейіп жүре беріңдер. Тек біз тілекшіміз қыздар. Келді кетті деп сөкпеңіздер. Мына енді өткен аптада біз негізі 6 қыз едік. Жанар менен кейінгі менің тете сіңілім туған. Ал одан кейін 5-ші қыз келінді болып, кеше тағы да өткен аптада жиен келін алып келген. Жартысымыз келіп отыр. Жанар ренжіме енді. Мына сіңілеріңде сәлем айтып жатыр, келе алмай қалдық деп. Оларда жаңа әркімнің әрқилы шаруасы бар дегендей, енді ерке болам, бүгін ертең үйленеді деп ойламай едік, аяқ астынан үйленіп міне. Жаңа мына жерде үлкен құдалар айтып кетіп жатыр ғой. Заманауи мына карантинге қарамай, осындай ыссы заттың бәрі міне Жаманай ауылы өзінің өте ұйымшылдықтарын білдіріп, дастархандарын жайып қарсы алып жатыр. Тек той қаласын, той болсын, той деп келейік. Біздер енді алыста тұрсақ та Нұрсұлу саған айтып жатқан тілекшіміз. Қайда жүрсеңдер де мына енеңіне қолтықтасып, мына келген келінді өзіңнің артыңнан ертеді деп ойлаймын. Той қаласын, той болсын ал. Ары қарай шайларыңды тәттілеп. Мына келген құдашаларға да қадамдарыңа гүл бітсін. Мінекей өзіміздің дәм тұзымыздың, ауыз бірлігіміздің не шығар дастархандас болып бірге бетте-бес отырып, мен бұл ауылдың үлкен құдашасымын деп жатырмын да. Ренжіміне араласып, құраласып кетіп жатыр, арасында енді сөйлеп жатыр қой. Бәріміз жүгіріп тамаққа балабақшаның балалары ұқсап тапырлап отырып алдық келдік. Сол кезде келінде шапшам ғой, апа бір жерге құдашалар келеді деді. Ай қайтейін құдашалар, мен де құдашамын деп отырып алғамын, төр менікі деп. Ал той қаласын, той болсын ауылдарыңда. Айналайын, жаңа түскен келін шайғыш. Бақытты бол айналайын. Шайың тәтті болсын, мына көрдім деген кім жинап жатыр? Мына келінге. Бер. Бақытты бол әрқашанда осындай. Мына бәке. Мына бізге шай құйып жатсың, Алла сыйласын. Иә. Өмір жасың ұзақ болсын, қосағыңмен қосағар. Тіккен отауың босағасы берік болсын, шаңыра биік болсын, керегесі кең болсын. Босағасында береке, төрінде мереке көп болсын. Жақсы, Жаманай әулеті, тойларыңыз құтты болсын бәріңізге де. Жанар, мереке, Тоғжан, Нұрсұлу, келіндеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Баланың ортасында, жаңа мына алдымызда отырған құдашаларға айтып жатыр да, құртақандай 9 айлықта қалғанын еркон ет деймін де папасынан. Міне бүгін азамат жігіт болып сендерге күйеу болып жатыр. Құдашалар енді адамдарыңызға гүл бітсін. Аман болай, сау болайық деп көргеніміз той болсын, жиендер тек үстіне әкеліп өпсін, демалыслай, тойлай берейік. Бақытты болсын. Жамалдай ауылы, келіндеріңіз құтты болсын, жақсы келін болсын, құтты келін болсын. Тойларыңыз тойға болсын, апа келініңіз құтты болсын, абысын бойыңмен. Жақсы келін болсын. Тек той болсын осы ауылда. Жақсы болсын бәрі. Жанар апа,
келіп атқан келіңіз құтты болсын. Еркош бір басы екеу болып отау құрып жатыр. Отау биік болсын, керегесі кең болсын, бақытты болсын. Тек сіздерді бақытты қылып, осылай арасында ойнап күліп жүре беріңіз деп бақытты болыңыздар. Мына келіп атқан келін болсын, құтты болсын. Жайлы келін болсын, жақсы келін болсын. Деп тілеймін. Оң болсын. Ойларыңызда оң болсын, бәрі оң болсын. Мына жақта жеңешелер, әже болған жеңешелер. Маған жеңеше, мен жеңеше деп айтамын, мен өзім 50-дің алтауына келіп жатырмын. Бұлар 60-тың ар жағында, енді бұлар әже болды әбден. Қайындарым, мына алып атқан келіңіз құтты болсын, бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын. Апа, мына келіндеріңді қызықтап жүре, осы әнділеріңді өстіп. Құдай осындайға жеткізсін. Тек той тілеймін, той бола берсін. Мен күшті тілекші адаммын сізге. Димка інім, мына Сүлеймен ініміздің келіні құтты болсын, ұзағынан болсын, тек осы үйге жақсылығымен келсін. Соған тілектеспіз. Құттаяғымен келсін, осы үйді құтты келін болып жүре берсін, бізде тойға келе берейік. Ауылымыздың жаман келіндері жоқ, сол келіндердің қатарында жүрсе болды. Өзімізде мақтап кетеміз. Енді неде болса, құнан ұрысты қыз екен, сіңдім екен, мен құдашамын. Мен сенен бірдеме сұрайын деп отырмын. Жақсы. Ал, мына сүйіндік ауылы. Келіндерің құтты болсын, қайынларым бәріңе де. Жанар, келін құтты болсын, бақытты болсын балдарың. Өпірлі шүпірлі болсын, керегесі кең, терезесі тең. Бақытты баянды балдар болсын. Жақсы. Келін құтты болсын, бақытты болсын балдар. Келіп атқан келдеріңіз жол болсын дейін, 2 жас бақытты болсын. Осалға тек той деп білек. Құлағайға айтар аманатым бар. Құлағайының айтқан. Жастар енді жап-жастай албатыстар білмеген жасырып, жақсын асырып жүресіңдер абысындары. Не қылдегенді? Бақытты болсын 2 жас. Слишком жаста. Мен айтамын. Біздің ауылда енді мынандай жаспен бірінші қызымыз кетіп атқан енді. Жалпы 20-дан кейінгі кеткен болмаған жағдай. Не айтарымды білмейтін, 2 жас бақытты болсын, аманатта қиянат жасамасын, күйеу балаңыз деймін, не қылайын. Оқытарсыздар, білмеген жерлерін үйретіп аларсыздар. Үйдің шаруасына енді мамасына қолқанат болып жүрген қыз, сіңдім бағы жатсын деймін. Ал мен енді оның келіп отырғанда атасының қарындасының туған. Негізі өзіміз Бұлауықтар әулеті Құнан Орсауынан 8 ағайындымыз, 3 апасы бар. Бұл енді менің туған немере сіңдім болады. Ата-анасының аты Гүлстан Алибай деген. Бір үйде, бір осы Гүлдана үлкені, екінші Бекош Ербала. 2 баласы бар олардың. Ал мұнда келсек, мұнда жеңгесі, менің 2-ші ағамның келіні. Атым Мөлдір. Мына жақта мен өзім айттым, атым Нұрсұлу. Атасының туған қарындасымын. Мына жақта ең үлкен Райхан, Гүлдананың туған атасының қарындасымын. Мұнда мен 8 ағам бар дедім, оның қыздары, сіңлілерім. Немере жақтары бір-біріне бауырлас деді. Райхан, Айгерім, Әсел. Мына жақта енді нағашылары бар. Достарын нағашыларына берші. Құрметті Сүйіндік ауылы келіндеріңіз құтты болсын, құдағай. Түсіріп жатқан келініңіз құтты болсын баршаңызға. Жақсы, құтты келін болсын сіздерге де. Біздің қызымыз енді жас,
көп былай білмейді енді жеңгесі бар екен өзінің туған абысына. Сіздерге жаңа Құдағайға тапсырамыз. Білмегенді үйретіп, қызымызға жетектеп алып жүрсеңіз болды. Құдағай, қолың болсын, құтты болсын. Қолыңыз ұзарып жатыр, екінші келініңіз алып. Осы үйге той деп келейік тек әрдайым. Бақытты болсын екі жас. Құрметті сүйіндік ауылы, түсіріп жатқан келіндеріңіз құтты болсын, оң болсын. Қайынсіңнің күйеу балам бақытты болсын. Бақытты болсын. Алла разы болсын. Ал мына Гүлдана бері қарай келе қойсыншы. Гүлдана қызымызға нағашыларымен осы ауылдан азғантай сыйлығымыз бар. Игілігіне жаратсын деймін. Тойларға тақпайсын деймін. Ал енді сыйлықтарын. Ағыдай мұңдай әулиелер қолдағай. Айдан аман етке, жылдан есен етке, асымызға берекет, адамға қана, күлі піледен аман етке. Айтқаным келгей, Құдайым бергей, үйдегі түздеріміз аман етке, ана үйленген екі баланың жолы қошаядан болын берсін. Аллаху акбар. Мадра жеңешесі дейді. Дарья. Бексұлтан. Інісі. Әсел апасы. Айгерім апасы. Лаура нағаш жеңешесі. Нұрсұлу. Апасы. Райхан апасы. Айман. Бөлесі дейді. Мөлдір деген жеңешесі. Башамға жетті ғой. Қалып қойған адам жоқ қой, Ал жақсы, құрметті құдашалар, мына біздің ауылдан сіздерге беріп жатқан азда болса көптеп көріңіз сапатымызды. Әрқашанда тек тойға тағып, жайқалап жүре беріңіз. Арада салынып атқан көпірлеріміз мықты болсын, сіз біздесіп сыйластығымыз арылмасын. Алла тағала нұр жаусын баршамызға. Күйеу бала, сізге алтын сағатымыз бар.
мақталдар үйге кіреміз. Қазір қарабақ қалдайын деп жатырмыз. Әжелердің де, аналардың да үлкен кісілері үйге кіруге болады. Тамақ жасалып жатыр жалпы. Орындалар арманым, болсаң менің жан жарым, сала көрме жаңғымын арманым. Бір қыз көрдім әдемі, неткен сұлу жан еді, махаббатқа әлегі әдемі-ау. Орындалар арманым, болсаң менің жан жарым, сала көрме жаңғымын арманым. Қиылған қастары, қолын қырын шаштары, өзіңе ғашық, мына мені тастады. Қиылған қастары, қолын қырын шаштары, өзіңе ғашық, мына мені тастады. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым болып кетті сағатым, күте-күте таусылды ғой тағатым. Енді қанша күтем сені аяулым, күте беріп ауырып кетті аяғым. Алты жарым болып кетті сағатым, күте-күте таусылды ғой тағатым. Енді қанша күтем сені аяулым, күте беріп ауырып кетті аяғым. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Шайбайымды білесің, тағы күліп жүресің. Кездесуге шақырсам, ағаң кетіп келесің. Маза бермес жаныма, махаббатым тағы. Ағаң қаша шақырар, жақындасам жаныңа. Ағаларың барсын, әлімбай, әлімбай, неткен қатал ойпырмай. Ағаларың барсын, әлімбай, әлімбай, неткен қатал ойпырмай. Ағаларың болсын, әлімбай, әлімбай, неткен қатал ойпырмай. Ағаларың болсын, әлімбай. Ал, құрметті қауым, тойшы қауым, мына асымыз дайын болып отырып жайғасып тамақ жеп алайық, содан кейін бейбіт жалғастырамыз. Мақтап жатырмын ғой, Нұрсұлу дейтін келінім. Мына Орал құдамыздың қызы. Жаңа 20-ші микрорайон ба? Иә, Ақтаудан. Иә, 20-ші микрорайон. Ал ойыңызда бүгінгі бала келіндеріңіз, бүгінгі ал енді лұқсат Алладан. Ал көтерің білекті, Құдай берсін тілекті. О, Құдайым оңдасын, жаманшылық болмасын. Жаманшылық ойлаған ешқашанда оңбасын. Тағы да мына қолым жай мен бір бата берейін. Бергенде бата не дейін. Әуелі Құдай оңдасын, малың менен басыңа еш жамандық болмасын.
береке қонып басыңа, бірде өсін мал жасын. Жаратқан жаппар Құдайым, пендеге күнің салмасын. Несібең артып, әрқашан өзегің ешбір талмасын. Жаратушы құдірет, жарылқауын қамын ет. Қосылған екі жастарды, Зілиха менен Жүсіптей бір-біріне ғашық ет. Қайын берен қыршылтен назарыңды салып өт. Тар жол тайғақ кешуде жәрдемдесіп алып өт. Қайын берен қыршылтен назарыңды салып өт. Түркістанда Қожахмет, Мәдинада Мұхаммед, Маңғыстауда Пірбекет. 362 әулие жар болып, тілегімді Алла қабыл ет. Дендеріңіз сау болсын, бастарыңыз аман болсын. Мына салып атқан алтын көпірлерің мәңгілік болсын. Осы сіздерге әр жақтан келіп, ақ жүректен жарылып, ақ тілектерін айтып атқан мына жамағаттың баршасының айтқан ақ тілектерін Алла тағалам қабыл етсін. Құранға оқып жіберейік. Өзім оқимын ба, сіз оқисың ба? Қиямет күні көршіден дейді. Ауылдың бәріміз өзіміз ғой, ұят болады. Сүретуші кең Алла, жаратушы жан ием. Бүгінгі осы жерде қол жай отырған барша бауырларымыздың, о дүниелік болған ата-бабаларының, о дүниелік болған бауырларының, о дүниелік болған әке-шешелерінің жатқан жерлері жарық, иманы жолдас болғай. Және де о дүниелік болған өзімнің атам Төлеубай, әжем Тәтенай, әкем Төлеубайұлы Жемерхан, анам Асқалиқызы Фаризаның рухына бағыштадым. Осы үйдің иесі ағам Сүлейменнің рухына, інім Өмірбектің рухына, інім Бауыржанның рухына бағыштадым. Баршасының жатқан жерлері жарық, иманы жолдас болғай, жандары жанатта болғай, беріліп жатқан садақалары қабыл болғай, оқылып жатқан қасиетті Құранның әрбір әріпі, әрбір аяты, солардың жатқан жеріне нұр болып, шапағат болып төгілгей. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Амин. Алла қабыл етсін. Сегодня вечером болады пати. Поносили, ужасын, купловасын. Жігіттердің біздің қалыспауда, үстінде пейджак фетомани. Билерді бәрі жасмайын, колонкада жатып ұлттың әні. Жалбыраған жасыл кәсін сәні. Сұғын оның дәмі. Жоқна келі фотко, фоткада батысым. Не вернусь обратно.
сыйладың ма